пайғамбарымыздың сахабасы әрі күйеу баласы Хазірет Осман былай дейді: пайғамбарымызбен бірге едік. Дәрет алып жатқан бір кісіні көзі шалып, Алла елшісі сәл езу тартты. Мен мұның мәнісін білгім келіп: не үшін күлдіңіз құрметтім, дедім. Ол кісі маған қарап, жаратушы иемнің дәрет алатын құлына көрсететін ілтипатын ойлап езу тарттым. Дәрет алған кезде адам денесінің әр мүшесін жуған сайын, сол мүшелерден сумен бірге адамның күнәлары да сыздықтап ағып кетеді, деп жауап берген екен. Демек, дәрет тек кірдің ғана жуылуына емес, сонымен қатар күнәміздің жуылуына да себеп болатын бір ғибадат. Имам Ағзам Әбу Ханифа да дәрет алғанда адамдардың күнәсі қалайша саусақтарының арасынан ағып жуылып жатқанын көретін болған екен. Ендеше дәреттің маңыздылығы шаш етектен екенін білдік. Тек ақыреттік қана емес, сонымен қатар дүниелік те пайдасы